Айбар Қайратұлы Жанболат 1992 жылы 9 желтоқсанда Жетісу облысында туған, Қазақстан Республикасының азаматы, жоғары білімді, отбасылы. Жетісу облысы Ақсу ауданы Баласаз ауылы, Баласаз көшесі 17-ші үйде тұрғыны. Талдықорған қаласы Өтені ауылдық округі әкімшілігінде маман болып жұмыс істеген. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмысты жасады деп сотқа берген істі қарап, сот үкіметті Айбар Қайратұлы Жанболат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған осы баптың негізінде 14 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Жанболатқа қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылсын.